Екіншіден менің қанымда әртүрлі заттар көп, сол мен соған байланысты бір дәрі ішем. Үшінші мен дәрі ішем, жаңағы бүйректе тас бар. Әрбіреу бір дәрі 5000 тұрады. Бір дәрі. Қалай көрмесе. Сондықтан мен жасым келсе де, әлі жұмыс істеп жүрген себебім біреу сол. Балаларыңыз бар ғой, 2 ұлыңыз, 1 қызыңыз бар. Бар, енді олардың өздерінің семьялары бар ғой. Мен оларға қанша жүк боламын, олар қолдарынан келгенше көмектеседі, сөз жоқ ол жағынан. Бірақ мен өзім адами тұрғыда өз-өзімді бүгін асырай алатын жағдайым бар ғой. Мен үйде отырған жоқпын ғой. Сондықтан әйелім де осы қандай жұмыс жасайды. Бірақ та мен... Ол кісі де заңгер, е? Заңгер. Сондықтан мен айтайын дегенім, мен біреуге бір не болмам керек қой. Балаға болсын, қатынға болсын, әйелге болсын. Бір болмам керек қой, мен жүк болмам керек қой. Қолыма келгенше мен өз жүрегім соққанша мен жұмыс жасауым керек қой. Мен сол тұрғыда айттым бұл мәселені. Ал шында мен бұл жерде айтып отырған мәселем не? Мемлекеттік қызметкерлер көбісі менен де азамат. Бірақ жақсы өмір сүреді. Кейбіреулер бар, өте жақсы өмір сүреді. Өмірде бір күн істемеген азаматтар бар, бірақ олар самолетпен, бизнес-класспен шығады. А кейбіреулерін біз жасырмай айтайын, сіз эконом-класспен самолетті де көрмейміз. Жекеменшік самолеттермен шығып. Ондай азаматтар көп пе? Бар, жеткілікті. Жеткілікті ондай азаматтар. Бұл жердегі ең үлкен мәселе басқалардың да жағдайын көтеру керек деген мәселеде айтылған. Тек қана өзіңізде емес, өзгелер де ойлап. Басқалардың да. Оны мемлекет басшысы естісін, үкімет басшысы естісін деген мағына айтылған сөз ол. Аға, қалтаңызда қанша ақша бар? Өтірік айтпайын, қазір бір 90 мыңдай ақшам бар. Қалтаңызда үнемі жүре ме? Күнде жүре ме осындай ақша әлде? Күнде жүреді. Күнде жүреді. Күнде соны кешке дейін аяқтайсыз, е? Тамам. Мен аяқтамаймын оған. Көбісінде мен тимеймін ол ақшаға, көбісінде анда-санда. Неге ұстайсыз? Темекі шегетінім бар, анда-санда бір темекі шегетінім бар. Сонда ғана. А оның себебі, мен айтайын, кейбір жерде жаңағы дәрі-дәрмек алайын деген кезде жетпей қалуы мүмкін. Аға, жақында қоғамдық көлікте келе жатып мен 2 жігіттің әңгімесін естідім. Бұлай айтады, бірінші жігіт екіншісіне айтады, мен парламентке жұмысқа тұрдым ғой дейді. Құтты болсын дейді. Біз сияқты қарапайым адамдардан олардың айырмашылығы қандай екен дейді. Ана жігіт айтады, үлкен-үлкен дөкейлерді көрдім, бірақ біз сияқты кәдімгідей азаматтар екен дейді. Сөздерін қараңызшы, мысалы, қарапайым халық ойлайды, анау парламентте, үкіметте, президент әкімшілігінде, Ақордада жүрген, жалпы билікте жүрген азаматтар қарапайым азаматтардан өзгеше айырмашылықтар бар, жер мен көк тиме деп. Деп ойлайды ғой. Алшақтық бар арасында. Неліктен осындай пікірлер бізде көп қалыптасады? Біздің кейбір шенеуніктер халықпен кездесуді қойды. Олардың ой пікірі қазір елбасы қалай жүреді, келесі басшы солай жүру керек. Одан кейін бастық министр сияқты жүру керек. Одан кейін бастық жаңағы ырдының бастық сияқты жүру керек. Қалыс қалмау керек. Салыстырмалы ретінде. Мен кейбір мекемелерде білемін. Министрдің кіретін есігі бөлек. Оның көтерілетін лифтісі бөлек. Олай болмайды. Совет заман кезде ондай болған жоқ. Мен айтайын, совет заман кезде тағы да бір ерішті айтайын. Заводтың директоры 6-шы разряд слесарьмен ақшасы тең болатын еді. Совет заман кезінде. Қазір ондай жоқ. Аспанмен көктей. Неге? Жермен. Себебі біз нарықтық жолмен кеттік. Ал бұның шүйілінсі, мен айтайын, халықтан алыс кеткен басшы халықтың ойлап отырғанын білмей қалуы мүмкін. Мәжілісте болдыңыз, кезінде вице-министр болдыңыз, е? Жаңа сот жүйесінде жұмыс істедіңіз, сол кездерде халықтан алыстаған жоқсыз? Мен жоқ, шенеунік болып жүрген мен айтайын, бұның бір себебін айтайын. Мына депутат дегеннің бір ерекшелігі бар. Депутат ол бір 3 айдай жұмыс істеп жүрген кезде осы үлкен бір бастық болып көрінеді. Қалай сайлаушыларға барады, сайлаушыларға кездесуге, сол күні өзгереді ол. Қалай? Себебі алдында қарапайым халық келіп мұқтажын айтады. А сол кезде сен ой келесің. Ай, осы мен де осы сияқты пендемін ғой. Мен де осылардың арасынан шықтым ғой. Осы сияқты адаммын ғой. Міне, сол әсер етеді депутатқа.
келе сала депутат 10 күннен кейін жаңа халықтың мұқтажын айтады. Сонда кейбір министрлер таңғалатыны ғой, бізге айтатыны. Мен енді арасында әлгі бірінші шақырымда депутат болдым. Содан кейін вице-министр орынбасары болған кезде үкіметтің отырысына жиі барам ғой. Мен кіріп келген кезде үндемей қалды көп министрлердің көбісі. Себебі олардың ой пікірі ерекше. Депутаттың ойы ерекше. Ерекше, мен осы күнге дейін айтып жүрмін. Біздің министрлердің бір кемшілігі бар. Жиі халық арасына шықпайды. Аға, сіз депутаттық қызметтен бекер кеттіңіз. Депутаттық қызметтен, депутаттық мандаттан бекер бас тарттыңыз. Мысалы, сіз сол мәжілістің 4-ші шақырылымын таратайық деп бастама көтергендердің бірісіз, е? Соны бекер көтердім осы. Сол жерде жүре беруім керек еді. Жоқ. Ой келмей ма? Жоқ, онда ой келген жоқ. Мен айтайын. Сіз мүмкін ол кезде сенімді болған шығарсыз, қайтадан сол жерге баратыныңыз. Жоқ, мен оғанда қайтадан барам деп мен айта алмаймын. Ондай сенім менде болған жоқ. Себебі менің көтерген мәселем басқаша. Мен көтердім сыбайлас жемқорлық. Өткір мәселелерді көтердіңіз. Сыбайлас жемқорлық басым болып баратыр. Егер де біз депутаттар осы мәселені көтермесек, кім көтереді? Неге осы сотқа дейін бір депутат, бір министрді шақырып көтерген жоқ осы мәселе? Неге сұраған жоқ? Мен шын айтайын, Айгерім, сен жақсы білетін шығарсың, мен 2 жыл ғана депутат болдым мен. Мен 2 жыл 4 ай депутат болған жоқ маған. Мені соңғы списке енгізді. Бірақ мен қолымнан келгенше осындағы қоғамдағы болып жатқан мәселелерді көтеруге тырыстым мен. Бірақ мен